әкімшілігі дін істер басқармасы ұйымдастыруымен діни экстремизмнің алдын алу шараларын өткізіп жатырмыз. Мысалы, сізді тәрбиелеген кезде, экстремистік идеяны тәрбиелеген кезде не деп айтады? Мысалы, қыздарға дейді, ешқандай жұмыс істеудің қажеті жоқ. Қыздардың барлығы бастарын байлап алып, үйде отыру керек. Әйелдердің балалар негізгі жұмысы бала тауы болды. Сосын еркектің айтқанын, күйеуінің айтқанын орындап, бұйыққан жүргізуге. Бұл дүниеде ер адамды сыйламау керек деген мәселені айтып тұрған жоқпын. Егер де азаматтар толығымен қамтамасыз етіп жағдайын жасап жатса, отбасында әйел адам баланы тәрбиелеп отырған жақсы. Бірақ бізде қазіргі заманда білім алып бәрін оқығаннан кейін сіздердің қоғамға пайдалы қызмет жасағандарыңыз дұрыс қой, иә?